Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен неміс халқының штрудель тамағын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен жуаларының барлығын турап, қызып тұрған майымызға жақсылап тұрып қуырып аламыз. Жуамыз қуырылып жатқан уақытта етімізді осылай төрт пішті етіп турап шығамыз. Жуамыздың үстінен туралған етіміздің барлығын салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Оның үстінен түрлі дәмдеуіштерімізді қосып шығамыз. Мен қара бұрыш, тұз және де томат қосқан болатынмын. Ал енді етімізді сөлі тартылғанша шамамен 7-8 минуттай қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатқан уақытта қамырын дайындаймыз. Қамырын елеу үшін бір жұмыртқа, тұз және де салқын суды құйып, жақсылап араластырып, ұнды керегінше осылай салып отырып, жақсылап тұрып қамыр елейміз. Қамырымыз қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа тығыздықта болады. Қамырымыздың бетін жауып, тындырып қоямыз. Қуырылып жатқан етімізді бір араластырып жіберіп, үстінен салқын судан құямыз. Астын орташа отқа қойып, қақпағын жауып қалдырамыз. Сол уақыт аралығында картобымызды аршып, қатты үлкен де емес, қатты кішкентай емес, осындай көріп тұрғандарыңыздай бірнеше бөліктерге бөліп турап аламыз. Тамағымызға дәм беру үшін тәтті болгар бұрышынан қосамыз. Мен өзім жазда қатырып алған тәтті болгар бұрыштарынан қостым. Келесі кезекте сәбіздерімізді аршып, оны осындай үккіштен өткізіп аламыз. Ал енді басы әбден бірігіп, тынып тұрған қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Негізі қамырды адам санына қарай жайсаңыздар болады. Менде бұл жерде қамыр үлкен болып кеткендіктен осылай екі бөлікке бөліп, осы жартысын жақсылап тұрып, жұқалап тұрып, оқтаудың көмегімен жайып шықтым да, ол қатты ұзындау болып кеткендіктен ортасынан бөліп, содан соң сұйық майды қамырымыздың барлық жеріне жағып, оның үстінен бағанағы үккіштен өткізіп алған сәбізімізді салып шығамыз. Одан кейін қамырымызды осылай рулет тәріздес етіп орап шығамыз. Қамырымыз ашылып кетіп, ішіндегі сәбіздері түсіп қалмас үшін осылай қамырдың жиектерін бекітіп шығамыз. Келесі кезекте қамырымызды бірнеше бөліктерге осылай қиғашынан бөліп шығамыз. Қамырымыздың қалған жартысында дәл солай майлап аламыз. Одан кейін сәбізімізді салып, оны да рулет тәріздес етіп, орап, содан соң кесіп аламыз. Ал енді қайнап жатқан қазанымыздың үстінен ең алдымен картобымызды саламыз. Содан соң өзімізге ұнайтын әртүрлі дәмдеуіштерді саламыз. Ал келесі кезекте қамырларымыздың барлығын салып шығамыз. Осы кезде отымыздың асты баяу болу керек. Осы қамыры әбден піскенге дейін шамамен 35-40 минуттай пісіреміз. Өте дәмді әрі ерекше болып піскен тамағымызды әдемі тарелкамызға салып, отбасымызға ұсынамыз. Ал достар, менің видеоларым ұнап жатса, міндетті түрде подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Комментарий бөліміне өз ой-пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Барлығын міндетті түрде оқып шығатын боламын. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бұл тамақ өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ғалия.